кәдімгі құран әнін тыңдағандай болдық. Бұл шапалақтап қойып, қошемет көрсетіп Жамбыл облысы, Тараз қаласы нөмірі 53-ші орта мектеп оқушысынан құралған команданы қарсы алайық. Менің атым Тілдария, менің ұраным. Әрбір сөзде өн беремін, тамырына нәр беремін. Мен Жамбыл облысы Тараз қаласындағы номер 53-ші орта мектебінің 4-ші сынып оқушысымын. Павлодар облысы Екібастұз қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 2-ші жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларынан құралған команданы қарсылаймыз. Нұршуа, біздің ұранымыз. Тілім менің қуатты, Шырайлы да шуақты, шұғыла шашабер, алты гүл сияқты. Біздің сөз белгіміз және де газетіміз бар. Газетіміздің себебі біздің тобымыздың бір отбасы екенін білдіреді. Ал бұл баспалдақ. Әр сатымен көтеріліп, біз жаңа бір нәрсе үйренеміз. Яғни біз Қазақстанның болашағы бейбіт заманда қыран құстай биікті бағындырып, ұлттық тәрбиенің қайнар бұлағындай сатылай кешенді талдау технологиясымен жан-жақты білім алып, ұлы тіліміздің мәртебесін көтереміз. Топтың әні. Атадан қалған қазақтың тілін терең меңгерген, жүрекке ұғып сездіріп, сақылап талдап үйреткен, Нұршапайдың жолымен келе жатқан білімді Жамынды, тербер мынау жанымды, қазақтың шешен сөздерін, қозғар жүрек қаныңды, Нұршапайдың жолымен келе жатқан білімді, қазақтың даңқын көтерген, айналдым қазақ тілінен. Алғанғы құрметті қонақтар, құрметті аяулы ата-аналар, керемет білімге сусындап, сол білім нәрімен сусындап жүрген шәкірттер, міне бүгінгі бұл олимпиаданың ерекшелігі ол біріншіден. Республика! Екіншіден ол олимпиадаға қандай балалар қатысып отыр? Дарынды ғана ма? Алғыр, шешен, макет қорғап жатсыңдар. Макетті жасау үшін не керек? Шебер. Яғни бір сөзбен айтқанда ең керемет Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген керемет оқушылар қатысып отыр. Және де бұл олимпиаданың сіздерге берері не? Білім береді. Екіншіден, көптеген не таптық? Тіл байлығын береді. Яғни шешендікке баулайды. Екінші, бұл олимпиададан біз бірімізге не таптық? Дос таптық. Кәнеке, дос тапқан балалар, кәнеке, бір дауыс беріп жүрсеңіздер, достықтарыңыз ұзағынан болсын. Ал енді балалар, міне, қазір өз шешімдерін шешіп ақылдасады. Оған дейін бізге уақыт керек. Сондықтан кәнеке, біз концерттік бағдарламамызды жалғастырайық. Атамекен әнін бәріміз қосылып айтамыз ба? Атамекенді білесіздер. Атамекенді сіздер басқа жағы сөз шығарып жүрсіздер ғой? Қай ән айтайық? Саржайлы айтамыз ба ғана? Мен микрофонды бергенде қос айтасыздар ма? Yeah.
Sonda sarı
Yine yer sağ